Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Сұрақтары қанша, неше. Синтаксистік қызметі. Сан есім сөйлем ішіндегі негізгі қызметі анықтауыш болу. Өйткені сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіру сияқты өзіне тән негізгі қызметтерді атқарғанда үнемі анықтауыш болады. Сан есім өзге сөздермен байланысқанда бұл тәртіпке тек жинақтық сан есімдер ғана бағынбайды. Сан есімнің мағыналық түрлері. Есептік сан есім. Сұрақтары қанша, неше, реттік сан есім, нешінші, жинақтық сан есім, нешеу, болжалдық сан есім, қай, шамалы, топтау сан есім, нешеден, бөлшектік сан есім, бөлшектік сан есімге қатысты сұрақ қойылады. Сан есім құрамына қарай дара сан есім және күрделі сан есім болып екіге бөлінеді. Дара сан есім бір түбірден құралған негізгі және туынды сан есім. Мысалы, 3, 10-шы, 50-дей, ондаған, 100, алтау, мыңдаған, 10-нан, миллионыншы, 60-тап, 100-деген тағы басқа сан есімдер. Күрделі сан есімнің жасалу жолдары мынадай. Күрделі сан есім 2 одан да көп түбірдің тіркесуінен 25, 40 шақты, 86, 90 бүтін 6-дан 3 ширек, мыңдаған тағы басқа. Екінші жасалу жолы сөздердің қосарлануы қайталануынан 2-2-ден, 7-8-ден, 5-6-дан, 9-9-дан, 20-30-дай, 1-1-ден. Сөздердің дыбыстық өзгеріске ұшырап кірігуінен жасалатын күрделі сан есімдер, мысалы 80, 8-10, 90, 9-10 деген сөздердің кірігуі арқылы жасалған. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырайық.